Сәлем достар. Бүгін сіздерге жаңа жылдық шыршаны осындай әдіспен салудың жолын көрсететін боламын. Сонымен кеттік. Ең алдымен біз үйдегі ең үлкен кисточканы алып, сонымен қағазды ақ түспен бояймыз. Ақ түспен жай ғана боямаймыз, шеңбер қылып бояймыз. Сіздерге қазір көрінбеуі мүмкін, бірақ та түсінікті деп ойлаймын. Шеңбермен бәрін бояймыз. Ақ түспен барлығын бояп алғаннан кейін мына жерде айға орын қалдырамыз да, осы жерден бастап көкпен бояймыз. Какой-то цвет хочешь? Черный, синий. Черный-синий? Сейчас. Көкпен барлығын бояп алғаннан кейін ақпен тағы бір рет бояп шығамыз, кішкене көп араластырып. Көк аздап кепкеннен кейін астын фиолетовый түспен бояймыз. Менің фиолетовый түсім кішкене қаралауға жақын ба, сондай үшін, бірақ ашық фиолетовый болса, әлде қайда әдемі көрінеді. Сурет аздап кепкеннен кейін біз мынандай кисточканы аламыз. Осыменен қазір шыршаны саламыз. Мен суда ауыстырдым және қазір ақ түсті аламын. Шыршамыз аздап кебу керек, сосын үстінен тағы да бір рет ақпен бояп шығамыз. Оның орнына бірше қар жасап шығамыз. Бұны құлақ тазалағышпен де жасауға болады, кисточкамен де жасауға болады. Енді сары түсті алып, біз айды бояймыз, одан кейін барып шыршаға дөңгелек ойыншықтар жасаймыз. Қанық ашық сарыны да алуға болады.
асты кепкен кезде ақ бояуменен қар жасаймыз. Көкпен кішкене